Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін осындай нәзік табада пісетін торт дайындаймыз. Ең алдымен қайнатпалы крем жасаймыз. Ол үшін қант пен 2 жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Енді ұн қосып біркелкі болғанша тағы араластырып аламыз. Сүттің 4-тен 1 бөлігін қосып, ақырын араластырамыз. Соңында барлығын асты қалың және жабыспайтын ыдысқа аударып, қалған сүтті де құямыз. Кремді баяу отта әрдайым араластыра отырып қайнатамыз. Крем мінеки осылай жайлап қоюлана бастайды. Ең бастысы араластыруды тоқтатпаймыз. Соңында крем қайнап, видеода көрсетілгендей көпіршіктене бастаған кезде оны оттан аламыз. Дайын кремді басқа ыдысқа аударамыз. Енді кремге бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май қосамыз. Сары май толық ерігенше араластырамыз. Мінеки крем осындай сұйықтау болады. Соңында кремнің бетіне пленканы осылай тигізіп жауып, бөлме температурасында суытуға қоямыз. Ал ол уақытта біз торттың қамырын дайындаймыз. Ыдысқа қант салып, 3 жұмыртқаны жарып араластырамыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Келесі 1 пачка қопсытқыш пен 2 шай қасық лимон шырынын қосамыз. Енді осыларды жақсылап араластыру керек. Араластырған кезде біздің салма кішкене көпіршіктене бастайды. Сол кезде біз жұмсақ сары май қосып араластыруды жалғастырамыз. Ал енді ұн қосамыз. Ұнды 2-ге немесе 3-ге бөліп қосыңыздар. Алдымен осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. Кейін қамыр қоюлана бастаған кезде қолымызбен жұмсақ әрі жабыспайтын қамыр илейміз. Мінеки достар, біздің қамыр дайын болды. Енді осы қамырды 10-ға бөлеміз. Әр бөлігін видеода көрсетілгендей домалатып аламыз және беті кеуіп қалмас үшін міндетті түрде жауып қоямыз. Ал енді жұмыс істейтін орынға ұн шашып, қамыр жаямыз. Жайылған қамырды табамыздың диаметріне қарай кесіп аламыз. Қалдықтарын лақтырмаймыз, соңында оларды да біріктіріп, жайып аламыз. Мінеки достар, осындай өте әдемі, нәзік, домалақ қамыр болып шығады. Пісірер алдында корждың артық ұнын түсірген дұрыс болады. Енді табаны бірінші қатты қыздырып аламыз. Кейін орташа отқа қойып, корждарды орташа отта пісіреміз. Менде ең қатты от 6, мен 3-ші деңгейінде пісірдім. Мінеки осылай корждың бетінде көпіршіктер пайда бола бастайды. Содан кейін біз оны 2-ші бетіне аударамыз. Корждың әр бетін шамамен 3-4 минуттай пісіреміз. Мінеки достар, біздің корждар дайын. Жалпы менде 12 корж шықты. Оның 2-і қалдықтарынан және осындай кішкене қалдықтарынан пісірілген бөліктер де бар. Енді осы бөліктерді қолымызбен үгітеміз. Мен 1 коржды да алып, оны да үгіттім. Бұны біз тортты безендірген кезде қолданамыз. Енді торт жинап бастасақ та болады. Ол үшін крем толық суыған болу керек. Кремді тағы да бір рет араластырып аламыз. Мен тортты осындай формада жинаймын. Бұл крем молынан жетеді, сондықтан әр корждың үстіне толтырып 3 ас қасық крем саламыз. Қалған кремді торттың шеттеріне жағып шығамыз. Соңында үгіттілген корждарды алып, видеода көрсетілгендей тортты әдемілейміз. Енді торттың бетін осылай пленкамен жауып, оны тоңазытқышқа 1 түнге қоямыз. Мінеки достар, менде торт 1 түн тоңазытқышта тұрды. Өте биік торт болып шықты, биіктігі 9 см. Қазір оны кесіп дәмін көреміз. Көріп тұрғандарыңыздай торт өте оңай кесіліп жатыр. Корждары жұмсақ болған достар. Өте нәзік, өте тәтті торт болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнарына сенемін. Осы видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.